Сәлем достар. Бүгін мен сендерге WhatsApp-тағы статус құпияларын көрсететін боламын. Мысалға сіздер мына жерде любой жазуды жіберулеріңізге болады. Статустарыңызға мысалы статус десеңіздер, сол статусың солай жіберіледі. Мынандай суретсіз сары фонмен, кез келген фонмен удалить ете салайық. Енді біз мына фотоны қоюымызға болады. Мысалы флешканы шықтап қосылайық. Қазіргі мен басамыз и отправить дегенді басамыз. Міне осы отправление деді. Енді бұл сурет қана қойылады. Немесе мына жердегі камера деген жасыл домалақтың ішінде тұр. Соны басып түсіре беріп сөйлесін ұйыстап қоюларыңызға да болады. Отправить етіп. Одан кейін жаңағыдай жазуды мына жерден ақша жібере саласыздар. Көп уақыт алмай. Ол міне мынау жаңағы камераның суретіп тұрған жердегі ақ домалақтың ішіндегі ручканы басамыз и жаза береміз. Любой жазуды мысалға сәлем деп те жазуға болады. Ал кәдімгі мынандай клавиатурада сіздер былай смайлик қоя аласыздар. Ал мынада жоқ. Оны көрмей тұрғандар болса, мынау смайликті басамыз. Бұл жерге стикер қоя алмаймыз, тек гиф пен смайлик қана қоя аламыз. Ал енді мынау обычный жазу, сол деп те жазуға болады. Кейбір адамдар айтып жазады ғой, оны мынау Т деген тонын өзгерте аламыз. Введите статус дегеннің өзі бір түрі тұр. Міне, мына жерде обычный, бірақ статусқа енгізген кезде мына деген бөлек. Кейбір әріптер бар, статусқа бүйтіп өзінше болып тұратын өнсек деген кәдімгідей мына жердегі де жазыла береді, мына деген өзгереді. Ал кейін басындағысына қалай келтірем, мен оны жаттап отырған жоқпын, таппай қалам десеңіздер, былай шығып қайттан кіре аласыздар өз жазуына. Міне шын қайттан бір кіріп шыққанда артындағы фоны яғни түз ауысып отырады. Бұлай істемей-ақ Т-ның қасындағы бояу тақтайын басасыздар. Мені түс өзгеріп жатыр, көрдіңіздер ме? Солай бүйтіп жібере салуыңызға болады. Мысалы отправка статусы өшіре салайын. Осылай керемет әдіспен істей аласыздар достар. Видеоны лайк басып, ана қазір келіп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Біз сіздерге сау саламатта болыңыздар дейміз.